Шавкат Мирзиёев келіп, Бұхараға, Самарқандқа, Марғыланға, әр жерге дини марказдар ашты. Андижанда Мубин Қарака, Абба Қарака, бұл кісілер меңден шәкірт шығарған, Сайыз Нуағыда. Мұндай, мен Арабстанда оқыдым 7 жыл Египетте, Саудия, көп жерлерде жүрдім. Лекін меңтар шәкірт шығарған қары жоқ. Мен осы етті комитаның райыстарыға, мүфтиге айттым. Менің сөзім бәлкім Шавкат Мирзиёевқа жетер. Орта Азияға, бывший Союзға біз сыймықтан атырған біздің Қырғызстанда Анарбай Қарака, Мұхаммад Сидиқ Қарака, шуларға ұқсаған шәкірттерді шығарған Андижан қарылар марказы болды. Андижанға Құран марказын ашса дағы жақсы бола төлер деген. Бүгінгі күнде Құдайға шүкір, баяғы қошналардың арасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Уаман юъмин биллахи вал яумил ахир фалюкрим дайфа фала юзи жара". Ким Аллах Тааланың барлығына, бірлігіне, ақырет күніне сенсе, қонағын сыйласын, қошна менен жақсы болсын дейді. Қошна бүгін Құдайға шүкір, баяғы 25 жылдан бері қиналып тұрғанымыз, шекараларымыз ашылып, біздің дини идаралар илгери, мысалы, Орта Азия, Қазақстан дини идарасы бір елде Ташкентте болған. Біз ошол кезде өзіміз Имам Бұхары Ташкентте оқыған мен. 89-93 жылдары. Құдайыма шүкір бүгінгі күнде, кеше біз Умрада жүрген Өзбекстандық кейін бір талабаларға айттық. Бүгін біз Құдайыма шүкір Қырғызстандағы біздің президенті Сооронбай Шарипов 5 вақ намазда. Жұмаларда келіп, менің найыбым Ислам университеті ректор бар, проректор бар, шуларға уаз қылады. Шавкат Мирзиёев та бүгінгі күнде Құдайыма шүкір бардық емеде ислами марказдарды ақырғы кезде мына Құран мұсабақалары қойма қылды. Бұл деген нәрсе Аллах Таала берген. Ошондықтан мен айттым, Маккада қайтты бол бойлы, біз бұларға дуа қылайық. Лекин гаданы дұшманы гада дейді, чоңдың дұшманы чоң болады. Бұларға Аллах Таала игілік берсін. Аллах Таала аматын берсін. Жаратқан Аллах табаракалла бір ғана біздің Сооронбай Шарипович же болсын, Шавкат Мирзиёевқа емес, Орта Азиядағы бардық мұсылман мемлекеттердегі жетекшілерге инсаф берсін, иман берсін, тауфиқ берсін, екі дүние бақыт алайын берсін. Елімізге, жерімізге, динімізге ақ қызмат қылу нәсіп етсін. Аллах Таала біздің башымыздағы падишаларды жаман сөз, жаман көз, әр түрлі афатлардан қырсықтар.